Бүгін Арыс қаласында Түркістан облысындағы тұңғыш кадет сыныбы ашылды. Жастарда өз отанын сүюге, ел тыныштығын күзету мен ұлттық әскер сапында адал қызмет атқаруға баулайтын сыныпқа Арыс қаласында қызмет бабында қаза тапқан полиция капитаны Бибасар Отарбековтың есімі берілді. Сыныптың ашылу салтанатына Арыс қаласының әкімі Гүлжан Құрманбекова, Түркістан облысы полиция департаментінің тәрбие және кадр саясаты басқармасының бастығы Мақсат Асқаров, Арыс аудандық полиция бөлімі бастығы, полиция подполковнигі Бауыржан Қуатов, сондай-ақ зиялы қауым өкілдері, жас патриоттар мен ата-аналар қатысты. Шарада ел тыныштығын күзете жүріп, қарақшылар қолынан қаза болып, жұлдызы ерте сөнген Бибасар Отарбековтің өмір жолы туралы деректер айтылып, жиналған көпшілікке оның ерлігі дәріптелді. Мемлекеттік әнұран орындалып, жиналғандар полиция капитаны Қызыл жұлдыз орденінің иегерін 1 минуттық үнсіздікпен еске алды. Әрі қарай шаһар басшысы Гүлжан Мамытқызы кадет сыныбының ашылуымен құттықтап, батыр тұлғаның жақындарына ыстық ықыласын жеткізді. Бүгін Арыста ел тыныштығын күзетіп, қызмет барысында қаза тапқан полиция капитаны Бибасар Отарбеков атындағы кадет сыныбы ашылып отыр. Түркістан облысында тұңғыш рет ашылған жас патриоттар сыныбына жерлесіміздің есімі берілуі тегін емес. Ол ішкі істер саласында ел тыныштығын уақытпен санаспай күзетіп, сол жолда ерлікпен қаза тапты. Полиция капитаны туралы естеліктер біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Оның қызметке деген адалдығы, құқық қорғау саласын таңдаған жас мамандар үшін адалдық пен абыройдың үлгісі болып қалады. Мен осы сәтті пайдаланып, өңірдегі алғашқы кадет сыныбының Арыс қаласында ашылуына ықпал еткен Түркістан облысы полиция департаментіне, білім басқармасына өз алғысымды білдіремін. Жиынға қатысушылар кадет сыныбын ашудағы мақсаты жас ұрпақты отансүйгіштікке, патриотизмге тәрбиелеу, сонымен қатар мектептегі құқық бұзушылықтың алдын алуға, өскелең ұрпаққа болашақ мамандығын жаңылмай таңдауға ықпал ететіндігін айтып, жылы лебіздерін жеткізді. Ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенанты Сәлет мырзаның бастамасы бұндай кадет сыныптарын ашу іс-шаралары барлық Қазақстанның өңірлерінде орын алып жатқан жағдай. Себеп осы Бибасар ағамыз сияқты мынау ерлікпен қаза тапқан, полиция қатарынан қаза тапқан қызмет барысында ағаларымызды, ардагер ағаларымызды, әріптестерімізді біз ешқашан ұмытпауымыз керек. Полиция қатарында қызмет атқару ол үлкен жауапкершілік, ол үлкен абырой. Ол ел тыныштығын, ел қауіпсіздігін қорғайтын ведомствоның бірі осы Қазақстан Республикасында. Сондықтан мына министрімізге үлкен рахметімізді айтамыз, және Түркістан облысының полиция департаментін басқарып отқан полиция генерал-майор капитан Мұрат Талабұлына мына үлкен алғысымызды білдіреміз. Осының бәріне қолдау жасап, осындай іс-шараларға мына Арыс қаласының әкіміне үлкен алғысымызды білдіреміз. Қолдау жасап, осы полиция бөліміне көмек көрсетіп жатқанына жан-жақты. Одан әрі кадет сыныбының алғашқы мүшелері өз отанының ержүрек әрі батыл қорғаушы болуға дайындалумен қатар, әрдайым ізденуге, оқуда озат болып, елінің патриоты ретінде қатарластарына үлгі болуға ант беріп, арнайы куәлікке ие болды. Сондай-ақ кадет мүшелігіне қабылданған жас сақшылар арнайы тапсырмаларды санаулы секундта орындап өздерінің ептіліктерін танытты. Құрметті оқушылар, өрелі ситуациямызға демек қолдап шапалақтап отырыңыздар. Жылы халықаралық жас сарбаздар сайысында Қарағанды облысында өткен сайыста рекорд жаңартқан қызымыз Түркістан облысы бойынша атынан қатысып, халықаралық жарыста рекорд жаңартты.
Айта кетейік, Бибасар Отарбеков әскери борышын Германияда өтеп, ол жақтан үздік офицер атағын алып келді. Әскерден оралған соң еңбек жолын темір жол саласынан бастаған. Кейін ішкі істер саласына ауысып, Алматыдағы арнаулы оқу орнын бітіріп, лейтенант шенін алады. 1990 жылы үздік учаскелік инспектор атанады. Сол жылы қызмет бабында жүріп, қылмыскер қолынан қаза табады. Жиында Бибасар Отарбековтың қызметтестері ол туралы өз естеліктерін айтып, ерліктерін сөз етті. Бөлім басшыларына үлкен рахметін білдіріп, Құдай қаласа мына кәсіпкер жігіттерді атсалысып жатырген, мына сыныптардың Құдай қаласа еш уақытта орнын жоғалтпай, үлкен азаматша болып өсіп өніңіздер, Құдай қаласа біз шын жүректен тілектеспіз. Енді Бибасар Отарбеков ағамызға келсек, мен 90 жылы соның жанында болғым, бір Құдай сақтап қалып, енді жарақаттасып басқа болдық. Аман есеп қалып, 25 жыл осы Арсауданның ішкі істер бөлімінде қызмет атқарып. Небәрі 37 жасында өмірден өткен Бибасар Отарбековтың аяулы жары Сапаргүл Отарбекова ұйымдастырушыларға өз алғысын айтып, көзіне жас алды. Өр тұлғалы азаматтың өткенін, ұлықта өшкенін, қайта жаққан жерлестерімен мақтанатын жеткізді. Кадет сынып ашылған Әліби Жангелдин мектебінің директоры Рахима Жүнісова да сыныптың ашылуына мұрындық болған жандарға алғысын айтты. Мына біздің Бибасар ағамызға арналған кадет сыныбы ашылып отыр. Мына осының барлығы да біздің мектебімізден ашылғаны біз үшін өте үлкен қуаныш. Мына оқушыларымыздың жалпы келешектегі адамгершілік, патриоттық тәрбиедегі алатын орны үлкен деп ойлаймыз. Мына мен өзіміздің шәкірттерімізге мына осындай ағаларымыздың жолы, олардың батылдығы, мына намысы, ел алдындағы, отан алдындағы борышын қалай өтегендігін бүгін біз мына Бауыржан ағамыздың Бибасар ағамыздың өмір баянын тыңдап, мына естеліктерінен бәрімізде көз жеткіздік. Барлықтарыңызға осындай отанды қорғайтын, ел үшін қызмет ететін нағыз патриот болуға шақырамын. Қызметіне адал болған өр рухты азамат Бибасар Отарбековтың Қызыл жұлдыз орденімен фотоқұжаттары бүгінде Шымкент қаласы полиция департаментінің музейінде қызметтік борышын өтеу кезінде қаза тапқан қызметкерлерге арналған экспозицияға қойылған. Ал азаматтың бір ұлы әке жолын қуып, ішкі істер басқармасында қызмет етіп келеді. Сара Кеңесбай, Бағдат Қайратұлы, Жантөре Болсмұрат, Арт ТВ жаңалықтары.